Кемел келешектің көшбасшысымын. Мен Әбдіғалил Аслан, номер 1 қазақ жалпы білім беретін орта мектебінің президентімін. Отбасы атты тал бесігімнің, ата-анамның әлпештеген қос қанатының бірімін. Аяулы ұстаздарымның үкілеген үмітімін, алтын мектебімнің намысын қорғар мақтанышымын. Кемел келешектің көшбасшысымын. Көшбасшы дегеніміз кім? Біздің келешегіміз қандай? Көшбасшының бойында қандай қасиеттер болуы керек? Менің ойымша, көшбасшы жол таба білетін, өзгелерге жол көрсететін, және де ауыртпашылықтарға төзетін дара тұлға, дана халқымыз жүк ауырын нар көтерер деп осы көшбасшыларға айтып кеткен деп те ойлаймын. Жобамның негізгі мақсаты еліміз егемендік алғаннан бері қарыштап алға басуда. Біздің келешегіміз кемел, ертеңіміз ертегідей көркем болары айдай анық. Ал менің көшбасшы болуым үшін менің бойымда қандай қасиеттер болуы керек? Болашақ бүгіннен басталады десек, дәл қазірден ата-анамның тәрбиесімен, алтын ұстаздарымның тәлімін бойыма сіңіру менің басты парызым деп білемін. Жарқын болашақтың тұтқасын ұстар, көшбасшы болудағы өзіме қояр талабым мен шарттарыма жан-жақты тоқталу жобамның негізгі талабы болып сақталады. Ал жобамның міндеттеріне тоқталатын болсақ, отанымыздың кемел келешегіне сеніммен қарау, кемеңгер халықты соңына ерте білетін көшбасшы болуға талпынысымды, дайындығымды көрсету, көшбасшылық ұсыныстарым арқылы достарымды да кемел келешектің көшбасшысы болуға талпындыру. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, көздерінде от ойнар, сөздерінде жалын бар, мен жастарға сенем деп Мағжан ақын жас ұрпаққа, яғни бізге үлкен үміт артты. Сондықтан да біздің осал болуға хақымыз жоқ. Келешекте мен көшбасшы болудағы маған ең алдымен білімді болу шарт. Білім мені болашаққа жетелейтін шамшырақ. Өйткені Абай атамыз айтқандай, талап қылғанда ғана биікке құлаш сермейтініміз сөзсіз. Екіншіден, адамгершілік қасиет маңызды. Себебі адамгершілік қасиет еш жерде сатылмайтын, еш жерде алмастырмайтын қасиеттердің бірі болып саналады. Сөзімді қорытындылай келе, жылда туылған күні тойланатын ақиық ақын, ғаламат ақын Мұқағали Мақатаевтың 3 бақыттың өлеңімен аяқтағым келеді. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем бойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тіліммен тілімдедім. Кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақытым бар, үшінші отан деген, Құдай деген кім десе, отан дерем. Оты сөнген жалғанда жан барсың ба, ойланбай-ақ келдағы отал менен. Мен елімнің жарқын болашағына сенемін, ал сол жарқын болашақтың мен кемел көшбасшысымын. Бұл менің жай ғана арманым емес, арманыма қанат бітірер алға қойған мақсатым. Кемел келешектің көшбасшысы атты жобамда назар салып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.